Сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Қажылық бөлімі. Қажылық дегеніміз не? Қажылық ислам дінінің 5-ші тірегі. Араб тілінде қажылық әл-хадж, арнайы орындарды зиярат ету деген мағынаны береді. Арнайы орындарға қасиетті Қағба, Арафат, Муздалифа, тағы да басқа орындар жатады. Қажылықтың парыздары: ихрам, Арафаттағы тұрыс, ифада тауабы. Қажылықтың уәжіптері: Муздалифада тұру, Минада шайтанға тас лақтыру, шаш алдыру немесе қысқарту, Сафа мен Мәрваның арасында сағи жасау, қоштасы тауабы. Қажылықтың сүннеттері: сәлем тауабы, Арафа түні Минада түнеу, Муздалифада тұрғаннан кейін сол жерде түнеу және тәшрик күндері, айт күндері Минада түнеу. Қажылықтың түрлері. Шариғатта қажылықтың 3 түрі бар: таматтуқ қажылығы, ифрат қажылығы, қиран қажылығы. Бірінші, таматтуқ қажылығы. Қажылар Меккеге келіп, ең алдымен умра жасайды. Умра жасап болған соң, ихрамнан шығып, күнделікті киетін киімдерін киіп, Меккеде қажылықтың басталуын күтеді. 8-ші Зүл-хиджа күні өздері тұрып жатқан қонақ үйден ихрам киімдерін киіп, қажылықты бастайды. Ниет: ләббайка Аллахума умратан муттаматтиан биха иләл хадж. Мағынасы: я Алла тағалам, осы умрамен таматтуқ қажылығын өтеу ниетімен сенің алдындамын. Екінші, ифрат қажылығы. Ифрат сөзінің тілдік мағынасы бөлектеу, жекелеу, ал шариғаттық тұрғыда ихрамға қажылықты ғана атқару үшін кіру, яғни умрасыз тек қажылық жасау. Ниет: ләббайка Аллахума бихаджа. Мағынасы: я Алла тағалам, қажылықты атқару үшін сенің алдыңдамын. Үшінші, қиран қажылығы. Қиран сөзі тілде екі нәрсе біріктіру деген мағынаны береді. Шариғаттағы мағынасына бір сапарда қажылық пен умраны бірге жасау. Бұл дегеніміз, умра жасағаннан кейін ихрамнан шықпай, қажылықтың басталуын күтеді. Қажылық басталғаннан кейін қажылықты толықтай атқарып, содан кейін ихрамнан шығады. Ниет: ләббайка Аллахума би умра ва хаджа маған. Мағынасы: я Алла тағалам, умра мен қажылықты бірге жасау үшін сенің алдында тұрмын. Бүгінгі күні қажылық сапарына аттанушы қажыларға қажылық түрлерінің ішінде таматтуқ қажылығы ең қолайлы болып саналады. Сол себепті біз қажыларға таматтуқ қажылығын жасатамыз. Ал егер кімде-кім ифрат немесе қиран қажылығын орындаймын десе, онда арнайы діни мамандардан кеңес алып, ифрат немесе қиран қажылықты орындауларына болады. Қажылық өтеу кезеңдері. Қажылар ұшақпен Сауд Арабияның Мәдина немесе Жидда қаласына ұшып барады. Меккеге келген күні қажылар қонақ үйге жайғасады. Содан кейін умра амалын орындайды. Умра барысында Қағбаны 7 рет тауаф жасайды да 2 рекат намаз оқып, сағи жасауға барады. Сафа мен Мәрва тауының арасында 7 рет жүруді сағи деп атайды. Сағидан соң шаш алдырып, умраны аяқтайды. Умра амалын өтеген соң 8-ші Зүл-хиджа күнін күтеді. Бұл күндері қажылар Әл-Харам мешітінде 5 уақыт намаз оқып, қосымша құлшылықтармен айналысады. Қажы 8-ші Зүл-хиджа күні таңертең қонақ үйде ихрам киімін киіп Минаға барады. Минаға келіп, арнайы жабдықталған шатырларға жайғасады. 5 уақыт намазын оқып, Минада түнейді. Бұл 8-ші Зүл-хиджа күні. Минада таң атырған қажылар 9-ші Зүл-хиджа күні арнайы көліктерге отырып Арафатқа барады. Арафат уақыты 5 намазынан күн батқанша жалғасады. Күн батқан соң қажылар көліктерге отырып Муздалифа жазығына келеді. Осы түнді Муздалифа жазығында өткізеді. Муздалифада тас жинау сүннет болып табылады. Муздалифада таң атқан соң қажылар Минаға келеді. 10-ші Зүл-хиджа күні Минадан тас ату үшін жамаратқа жаяу барады. Бұл күні тек 7 тас қана лақтырады, қалған тастарын Минада қалдырады.
Тас лақтырғаннан кейін құрбандық шалынады. Құрбандық шалынған соң шаш алдырып ихрамнан шығады. Шашты тауаф пен сағидан соң алса да рұқсат етіледі. Жамараттан соң Меккеге барып тауаф жасап Сафа мен Марва арасында сағи жасайды. Егер құрбандықтан соң шаш алдырмаса, онда сағидан соң алдырады. Содан кейін Меккеден қайта Минаға барады. Бұл тәшрик күндері деп аталады, яғни 11, 12, 13 Зүлхиджа күндері. Минадан жамаратқа барып, әр күні 21 тастан лақтырады. Содан қажылық амалдарын аяқтап, Меккеге қайтады. Қажылықтың ең соңғы рәсімі қоштасу тауабы. Меккеден кетерден бұрын әдеттегі киіммен Қағбаны 7 рет айналып, 2 рекағат намаз оқып, Қағбамен қоштасады. Қажылықтың бірінші күні 8 Зүлхиджа, Таруя күні. Қажылық амалдары Зүлхиджа айының 8 күні басталады. Бұл күнді Таруя күні деп атайды. Бұл сөз тіркесі шөл қандыратын күн деген мағына береді. Ерте кезде қажылар Меккеден Арафатқа жаяу жету үшін жолға су толтырып алып шығатын болған. Бұл күні тәмәттү қажылығын жасаушы қажылар таңғы уақытта қонақ үйде қажылыққа қайтадан ихрам киімін киеді. Ихрам киюден бұрын ғұсыл алып, иіс су себінеді. Сөйтіп, Аллахума ләбәйка хаджан мутаматтиан деп қажылыққа ниет етіп ихрам халіне кіреді. Ихрамға кіргеннен кейін тәлбие айтуды бастайды. Содан кейін қонақ үйде таң намазын оқып, Минаға автобуспен жолға шығады. Минаға барғаннан кейін қажылар шатырларға жайғасады. Осы күні Минада түнеу сүннет болып табылады. 4 рекағат намазды 2 рекағатқа қысқартып, әр намазды өз уақытында оқиды. Ертесінде болатын күндердің ұлысы Арафат күніне дайындалады. Себебі Арафатта тұру қажылықтың бір парызы және Алла тағала Арафатта тұрған құлдарының тілегін, дұға тілектерін қабыл алады. Ескерту: Минаға таңғы уақытта шығатын болғандықтан, қажылар өз бөлмелерінде болғандары дұрыс. Себебі арнайы бөлінген автобустардың келуімен бірден Минаға жолға шығады. Алла тағала ниеттеріңізді, тілеген тілек дұғаларыңызды қабыл етсін. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз.